Salam dostlar, biz bugun osunda öçe жұмсақ әрі дәмді бананды вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ингредиенттер керек. Алдымен терең ыдысымызға жұмыртқамызды жарты салып аламыз. Артынан қантымызды саламыз. Sonra енді екеуін бірге араластырамыз. Aralastырып болған соң, ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Және дәл осы моментте бананымызды езіп, осы сұйық массамызға салуымызға болады. Ал енді құрғақ массаларымызды араластырамыз, біріктіріп араластырамыз. Араластырып болған соң, осы құрғақ массамызды сұйық массамызға саламыз. Әрі қарай жеңшікпен араластырамыз тағы да. Араластырып болдым. Ал енді бананымызды мен мұнда блендермен ездім. Вилкамен езсеңіздер де болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал енді осыны езілген бананды саламыз. Тағы да араластырамыз, біріктіреміз. Ал енді біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді вафельницамызды толықтай қыздырамыз. Қыздырып болған соң, осылай толтырып салып шығамыз. Пісіретін уақытты нақты айта алмаймын, әркімнің вафельницасы әртүрлі. Менде шамамен 2-3 минутта пісіп шықты. Біздің вафлиміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ. Жасап көріңіздер. Мен осылай шоколадпен әсемдедім. Ал сіздер өз еркілеріңізде қалай әсемдесеңіздер де. Рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ханифа. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Ас болсын!